біздің Әдемі компаниясында қонақта ақын серпер сыйлығының иегері, Қазақстанның 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы Ержан Жұмабекұлы. Қош келдіңіз, Ержан. Рахмет. Қалайсың? Қош көрдік. Армысыздар? Аман есен? Жақсы, қуаныштымын. Бүгін Ержан өзіңнің келгеніңе Мұқағали Мақатаев айтады ғой, ақыннан қал сұрама, жыр сұра деп. Өзіңнің поэзияңнан бастап кетсек, бүгінгі екеуміздің сұхбатымызды. Қуаныштымын. Көп рахмет. Қазақ деген Құдайдың қара өлеңі. Қазақ деген бір ел бар, білесің бе? Хақтан жеткен қалсын бір жыр есіңде. Сенбейсің бе, білмеймін, сенесің бе, жылайсың ба, білмеймін, күлесің бе? Күлетінің сенбейсің ғажабына, жылайтының сенесің азабына, жету үшін жүректің жұмағына, шыдап берген жүйкенің тозағына, ойланбай-ақ ел үшін отқа кірген, бабаларым күн заңын жатқа білген, қара жаяу жүргенде басқалары алтын сауыт киініп атқа мінген, барса келмес оралған сапардан жүз, екі өмірді тең көрген қатарданбыз. Тәуелсіздік қазақтың алтын тәжі, мәңгіліктің жолында атарбамыз. Даламызда шалқиды ар әуені, баламызда арманның қарагері, көкірегі үндескен табиғатпен, қазақ деген Құдайдың қара өлеңі. Ой, бәрекелді. Осы өлеңге әнде жазылды емес пе, иә? Еркін Тоқсейітов деген ағамыз бар. Сол кісі осы қазақ деген Құдайдың қара өлеңі, жүректегі мәңгілік махаббатым, өмір деген сияқты өлеңдеріме ән жазған еді. Қазір Аманат тобы басқа да әншілердің орындауларында шырқалып жүр. Ай, бәрекелді. Түркияның қолдауымен сіздің шығармашылық кешіңіз өтті, және жыр жинағыңыз жарыққа шықты. Осы туралы кішкене баяндап өтсеңіз. 2012 жылы Қазақстан Жазушылар одағы мен Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен шексіздік шұғыласы атты жыр жинағым жарық көрген болатын. 2017 жылы Қазақстанның 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы, PhD докторы, яғни туған інім Қуаныш Жұмабекұлы осы кітапты түрік тіліне тәржімалап, Түркияның қолдауымен жарияланған еді. Али Дурсун сияқты түрік ағайындар Касери қаласында кітабымның тұсаукесерін жасап берді. Одан кейін 2019 жылы 23 мамырда Түркиядағы Ниде Өмер Халис Демир университетінің ұйымдастыруымен ата жұрттың ақыны деген шығармашылық кешім өтті. Және сіз айтқан әлгіндегі жинақ атауы Сонсuzluk Şölesi Түркия Республикасындағы көптеген ұлттық кітапханаларға таралды. Сондай қуанышымыз бар. Иә, оңай емес. Тағы да Facebook әлеуметтік желісінде сіздің өлеңдеріңізді поэзия марафон өткен екен, иә? Мәнерлеп оқудан 20 елден балалар қатысқан екен, үміткерлер. Осы туралы да айтып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз. Марафон ғой, халықаралық. Иә, дәл солай. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының ұйымдастыруымен кешім өткен болатын. Сонда Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы Шығыс Қазақстан облысы филиалының директоры Әлібек Қаңтарбаев сияқты азаматтар Өскеменнен арнайы ат терлетіп біздің ауылға келді. Яғни Шығыс Қазақстан облысының әкімінің орынбасары Шалқар Заманбекұлының құттықтауымен басталған бұл кеш шынымен де мен көңілімді гүлдетті. Себебі бізде Жабай Бейсенов деген ақын бар. Кіндігімнің жасқаны тамған жерім ауылым деп кететін әннің сөзін жазған. Осындай зиялы қауым өкілдері қатысты. Сол кезде аудан әкімі болған Серік Зайнолдин, мәдениет бөлім бастығы Жанат Андасоваларға
тағы да рахмет айтқым келеді. Бұның бәрін айтып жатқан себебім сонымен қатар Facebook әлеуметтік желісінде дәл сол уақытта әнші сазгер Нұрбол Шерубаев деген азамат менің өлеңдерімді оқудан, яғни халықаралық поэзия марафонын жасады. Оған Қазақстанның түкпір-түкпірінен 400-ден аса әлемнің 20-ға жуық елдерінен үміткерлер бақ сынады. Нақты айтсақ, ақш, Германия, Грузия, Түркия, Африкадағы Мавритания, Сомали және тағы басқа елдерден қатысқан филология ғылымдар, докторлар, профессорлар, студенттер, докторанттар, магистранттар, өзіміздің Қазақстандағы әншілер, актерлар болды. Барлығына алғысым шексіз. Жаратқан жақсылығын ғана жазсын оларға. Қысқаша айтқанда осы. Керемет марафон болған сияқты. Құдайға шүкір. Рас. Сол кезде осыдан артық абыройда, атақта, бақта керек жоқ шығар деп ойладым. Бірақ енді Ғабиден Мұстафин айтады ғой, арман деген көп белес, біріне шықсаң бірі бар дейді. Сондықтан өмір болғаннан кейін әр күн сайын жаңа бір армандар, жаңа бір мақсаттар пайда бола береді екен. Дұрыс айтасың, халықаралық поэзия марафон деген оңай емес. 20-дан артық елден үміткерлер қатысқан екен, иә. Тағы да сіз айтыс ақынсыз, жазба ақынсыз, Қазақстан телеарнасында өзім көрген болатынмын. Талай аламан айтыстарда өзіңіз жүлде алып, өнер көрсетіп жатқаныңызды көргенмін. Не үшін енді айтысқа шықпай кеттің? Сол маған қызықтылау кішкене. Айтыс ақыны, жазба ақыны. Дұрыс айтасыз. Мұхтар Әуезовтің бір сөзі есіме түсіп тұр. Ғылым деген барлық істің алтын алқасы дейді. Айтыстан көрінбей кеткен себебім, аттың басын ғылымға бұрдым. Қазіргі уақытта Түркиядағы Ниде Өмер Халис Демир университетінде докторантурада білімімді жетілдірудемін. Енді ақындық дегенде қалмайды ғой. Қазақтың сан салалы өнерінің ішінде сан ғасырлық тарихы бар. Қара өлеңнің бойыма қонған ол Тәңірдің бір сыйыма деп білем енді. Бала кезден көңілімдегіні қағазға түсіру, жаным сүйген бір іссет, ауылдастардың да Ержан ақын деп атауы тегін емес. Енді ақындықта, ғылымда бір-бірімен сабақтасып жатқан дүние ғой, сондықтан айтыстан да алыс кеттім деп ойламайын. Жалпы үнемі ішім толып жүреді. Дегенмен де ары қарай ғылым жолымен кеттім. Ақындықтан басқа сіздің өлеңдеріңізге де ән де жазылып, Марат Омаров, Нұрлан Албан, Қуаныш пен Қарлығаш, солардың орындап жүргенін естігемін. Сол өлеңдерге сіз қанша ақы сұрайсыз, егер құпия болмаса? Дұрыс айтасыз, көптеген композиторлармен шығармашылық байланыстамын. Нақты айтатын болсақ, Музарттың музыкалық продюсері Арман Бексұлтан, Жарылқасын Дәулет, бағана айтып өткен Еркін Тоқсейітов, Сырым Алпысбаев, Рахат Баймырзаев, және тағы басқалар дейік. Өзіңіз айтқан әлгіндегі Марат Омаров, ол кісі менің халқым сүйген әндер-ай деген өлеңімді орындап жүр. Нұрлан Албан, Қазақстан, Нұрлан Албан Қазақстан керемет жалында айтқан, қолынан келгенше орындаған. Қуаныш пен Қарлығаш қазір тойларда хит болып жүрген сияқты. Қыз ұзату деген өлеңді шырқауда, Серікбол Сәлебектің орындауындағы Чики-Чики жастардың арасында жақсы тыңдалды енді. Мен де тойлардан жиі естимін. Антракт кезінде қойылады енді. Жалынды ырғаққа құрылған ән ғой. Енді ақындық Құдайдың берген сыйы болғаннан кейін мен өлең сатам деп айта алмаймын. Дегенмен де әншілер еңбегімді бағалап бұйырғанын беріп жатады енді. Ақысын төлеп жатады, иә? Иә, дұрыс қой. Еңбек
бәрін жеңбек дейсіз ғой. Дұрыс айтасың, иә. Тағы да сіздің ән айтқаныңызды естігемін. Ақ қалатты абзал жандар деген әнді айтуға оңай бағдарламасында сіздің айтып тұрғаныңызды бір рет теледидардан өзім байқап қалған болатынмын. Дұрыс айтасыз. Сол әнді өзіңіз де бүгін енді бізге келіп отырсыз. Ән шырқап берсеңіз. Жақсы. Мен қолқа салайын деп отырмын енді. Марқұм Бейсен Боранбек ағамыздың айтуға оңай бағдарламасында Ақ қалатты абзал жандар деген әнімді шырқаған еді. Әзір тіпті хит шығарып ол әніңіз. Бұйырған енді. Алдай-ау, алдай-ау, дүние түбі балдай-ау, алқынған күндер талпынған ай жәутеңдеп қарап артымнан, жәутеңдеп қарап артымнан, қалдай-ау бәрі қалдай-ау. Өрияй дәурен өрияй, үмітпен өткен дүнияй. Теректей басым теңселі бай, терең бір ойлар еңсеріп. Ұйқыда тұйқы сең соғып, ұйқысыз өткен түнім ай. Арманым алда болыңғыр, орманым олдай солыңғыр. Жапырақтарын жанымның ай білдірмей біреу жұлып жүр. Өмірдің өгей пендес ай, өлеңнің шертіп қылын бір. Өлеңнің шертіп қылын бір, өзіңді өзің жылындыр. Өткен ай бәрі өткен ай, өмірдің жазбен көктем ай. Сарала қаздар саңқылдабай, сарала күздің жеткен ай. Біреуге өзім ынтызар, біреулер маған өкпел ай. Өткінші мынау өмірде, өтпел ай бәрі өтпел ай. Аға деп барсаң ағаны, ағаның көңлей көкте жүр. Бауыр деп барсаң бауырдай, бауыры оның көктемір. Туысқанға туа жат, жолдасың ай жүре жат. Жолдасың ай жүре жат, менен де мынау өтті өмір. Қаратас сенен қорықпайман, сенен де кейде от шығар. Қара жер сенен қорықпаймын ай, сағанда жазда шөп шығар. Айналайын ағайын, сендермен жерді бір басқан. Сүйгізген сүйген мұңдасқан, өмір өлең жырдастан. Менде де арман жоқ шығар. Сүйгізген сүйген мұңдасқан, өмір өлең жырдастан. Менде де арман жоқ шығар. Ой,
бәрекелді, керемет. Ой, рахмет. Жұп болсын, қазақтың өлеңіне не жетсін. Келесі енді әлгіндегі Есенқұл Жақыпбековтікі болатын. Тағы да Есенқұл Жақыпбековтің сөзіне жазылған Жәкен Омаровтың әнін орындап берейін. Жақсы, жақсы. Өзіңді аңсап. Өзіңді аңсап өтеді көктем өтер күз, аңсаумен өткен өмірге манау нетерміз. Көрсем деп шіркін іздеген мәңгі бір-бірін, көк аспандағы ай менен күндей екенбіз. Жаным-ау менің жағама таққан томарсың, жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Көркемің сені көрсем де жақсы өзгеде, қиналдым соны айта алмай саған сөзбенен. Сен тұрған ауыл ел жұртың еткен бақыттай, өзіңді күнде жүретін көріп көзбенен. Жаным-ау менің жағама таққан томарсың, жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Жаным-ау менің жағама таққан томарсың, жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Ой, қандай тамаша. Жақсы орындадыңыз. Сіз үшін өмірдің мәні деген не? Осыны айтып өтсеңіз. Мен үшін өмірдің мәні жалпы бақыт деген жүрек тыныштығы. Өлеңмен жауап берсем бола ма? Дұрыс ау. Ақынға өлең оңайырақ дейді ғой, қара сөзден. Өмір жайлы білгенім бірде шаттық, бірде мұң. Туыс досым қасымда аман есен жүргенім, өмір жайлы білгенім. Құстай ұшқан күндерім, ай мен күнде екен ғой, жылағаным, күлгенім. Өмір жайлы білгенім, арманыммен біргемін. Көңіл нәзік гүлмедің, үміт неткен нұрлы едің. Өмір жайлы білгенім, ештеңені білмеуім. Кетеміз ау бір күні, келтіре алмай күрмеуім. Ой, керемет. Өлеңмен жауап бердің ғой. Ақындық пен ғылымды бірге алып келесіз. Ұстаздарыңыз туралы айтып білсеңіз. Екеуін бірдей алып жүру оңай емес қой. Ғылымды да, ақындықты да. Дүниеде өзі, малды өзі ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді Абай. Жалпы ұстаздарыма келсем,
ұстаздық деген ұлық емес, ұлы қызмет дейді ғой Бауыржан Момышұлы. Мен ұлы ұстаздарым деп екі адамды айтар едім. Олар әке шешем, одан кейін бала кезде бағыт бағдар берген Серік Жексенбаев, Серікбек Туғанов, студент шақта ғылымға келуіме әсер еткен Арап Слямұлы, Бауыржан Ерденбеков, Жандос Әубәкір, Еркебұлан Мұқашев, Раушан Мұқажанова, Айдар Қалиұлы, айтысқа баулыған Сиязбек Сүлейменов және тағы басқалары десем болады. Енді Құдайға шүкір, ұстаз жағынан өмірде менің жолым болды деп есептеймін. Ұстазға не жетсін, ұстаздан оқығанды білімдеріңіз арқылы әзір жарқырап шығып жүрсіз, оңай емес. Тағы да қазір сіздің туған ініңіз Қуаныш Жұмабекұлы Қазақстанның 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы. Сіз сол Қуаныш екеуіңіз бірге салмақты сұхбат деген халықаралық онлайн кездесу жасап жүрсіздер, Сол туралы да тарқатып айтып берсеңіз. Онлайн кездесу әзірге енді. Ол жерде өзіңіз де қонақта болдыңыз. Мен де болғанмын. Карантин уақытында енді салмақты сұхбат керемет. Ел жұрттың көңілін сәл болса да серпілсек деген оймен інім Қуаныш екеуіміз қазақша, орысша, ағылшынша және түрікше салмақты сұхбат атты халықаралық онлайн кездесу өткізудеміз. Канада, ақш, Франция, Жапония, Африкадағы Кения, Монғолия, Якутия, Қырғызстан және тағы басқа елдердегі мықты ғалымдар, бір ауыз сөзбен айтқанда, өз саласының, өз салаларының мамандарымен сұхбаттастық. Алдағы уақытта да жоспарымызда көп мемлекет бар. Ол жерде Қазақстанның 100 жаңа есімінің жеңімпаздары да осы уақытқа дейін жинаған білімдерімен және тәжірибелерімен бөлісуде. Оған өзіңіз куә болдыңыз. Бізде сол 100 жаңа есім кезінде таныстық емес пе? Тура сол 100 жаңа есімнің бәрінен сұхбат алу оңай емес, қолдан келгенше өткізіп жатырмыз. Дүниені дүрсіл күндерген, енді жалпы әлемнің мазасын қашырған індет. Індеттен сақтанып, енді үйде отырғандар Қазақстандағы және өзге елдердегі жаңалықтар мен қызықтардан хабардар болсын деп, яғни далаға шықпай, әлемді аралағандай күй кешсін деген ең үлкен мақсатымыз бар сондай. Ойбай, ондай сұхбатты жүргізу оңай емес. Расында да салмақты сұхбат болып жатыр. Менің өзім қонақта болдым ғой. Жақсы тақырыпты қозғап жатырсыңдар. Енді әңгімемізді поэзиямен бастадық. Поэзиямен аяқтасақ қалай болады екен? Жақсы. Поэзия деген жақсы ғой, бір тамаша жыр кеші болып жатқан сияқты бүгін. Рахмет. Енді кез келген адамның бесіктен бейітке дейінгі ең бақытты кезі балалық шағы ғой. Менің балалығым Барқытбелдің баурайында өтті. Сол Шығыс Қазақстан облысындағы Үржар ауданы. Соған арнаған бір өлеңімді оқып берейін. Измирде Егей теңізінің жағасында отырып жазған едім. Ауылым-ау, іздеп асан аңсаған кереметті, ауылымнан адамдар неге кетті? Менде досым екенім байқамаппын гүлге өлең оқыған көбелекті. Арманым ғой алысқа аттандырған, ата-анамды сағынам шаттандырған. Жиі ойлаймын жазира даламды да ит жүгіртіп құс салған, қақпан құрған. Тауларымды түсімде көп көремін, әлесімде тұлпарды ерттегенім. Эвересттің еркесі болатындай ажалсыз бір жыр жазсам деп келемін. Ауылым-ау, сен десе сезім дара, мөлдірлігің бейне бір, көзім қара. Қазір анау ай жақын сияқты ғой, бірақ жүрек ішінде өзің ғана. Ауырлығын азаптың көтеріс адам, арманына жан бітер, от аңсаған, ақсақал атанып алталаштың.
бала болып қайтадан жетем саған. Ой, керемет. Рахмет. Рахмет. Қуаныштымын. Расында да ана үйіңе әкім келсе ат байланар дейді, ақын келсе бақ байланар дейді. Тура сол сияқты бүгін өзің келіп, Ержан бізді қуантып отырсың. Жырға шөліркеп қалған едік мына індет кезінде. Қуанып қалдық. Рахмет келгеніңе. Бір тамаша сұхбат болды деп ойлаймын. Сізге де көп рахмет. Осылай мені қонақ шақырғаныңызға. Әдемі ай компаниясының бағы жана берсін дегім келеді. Енді YouTube арнаңыз арқылы ел жұртқа айтарым, енді аман болайық. Індет кезінде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарсақ, бұны да өткереміз деген ойдамын. Көк байрағымыз әрқашан биікте желбіресін. Қазақтың рухы асқақ болсын. Жақсы күндерді ғана кезігейік. Рахмет, өзіңдей азаматтар көп бола қойсын. Бар болайық, бай болайық. Рахмет.